Жүктілік бойынша тест полоска 2 сызықты көрсеткен соң, ары қарай не істейміз? Жүктілік бойынша барлық сұрақтарға жауап беретін нақты дәлелденген ақпаратты іздесеңіз, менің парақшама тіркеліп, колокольчик баса кетіңіз. Мен Айтенова Асия, гинекологпын. Ары қарай тыңдаңыз, өте қызық болады. Жалпы сіз жыныстық қатынаста түскеннен соң қай уақытта жүкті екеніңізді білуге болады. Мысалы, сіздің менструацияңыз алдыңғы айда 1 январь келді. Келесі келу 28 январь келу керек. Сол кезде 28 январь сіз менструацияңыз күтесіз. Сол кезде келмесе, тағы 2 күн задержка болу керек. Содан соң ғана тест жасаймыз. Сол кезде ғана тест положительный көрсетуі мүмкін. Жыныстық қатынастан соң сразу через моча, яғни зәрдегі палочканы салып 2+ шығуды күту пока ерте. Жалпы тест полосканы 2 күн задержкадан соң ғана жасалады. ХГЧ дегеніміз не? ХГЧ дегеніміз баланың сыртындағы ұрық жолдасынан бөлінетін гормон. Ол алғашқы апталарында қанда болса, кейін жүктілік өскен сайын, жаңа ХГЧ көтерілген сайын, ол мочамен берге шыға бастайды. Сондықтан да ол тест полосканы 2 күн задержкадан кейін жасалады. Ал жыныстық қатынастан соң жүктілік бар жоқтығын нақты анықтайтын ол кровь на ХГЧ, яғни ол сіз мочадан емес, қаннан лаборатория клиникаға барып, сол жақтан кровь на ХГЧ тапсырасыз. Және де сол ХГЧ-ның результаты арқылы жүктілік аптасын алғашқы аптада анықтауға болады. Жалпы алғашқы жүктілік апталарында УЗИ-ға не үшін түсудің қажеті жоқ. Себебі алдында эмбрион өте кішкентай, ал УЗИ оны көре алмауы мүмкін. Жалпы бұл жерде еще сұрақ туындайды. Менде маточный ме или трубная беременность болу қалай анықтаймыз деген кезде, тоже через ХГЧ. Егер ХГЧ өзінің мысалы таблицада мына көрсетілген әр 2 күн сайын тапсырған кезде 2 есе ұлғайып отыру керек. Ал егер сізде ол ұлғамайтын болса, өте жай өсетін болса, жай осы параметрден ары қарай жоғарыламайтын болса, ол трудная беременностьке күдік болуы мүмкін. Сол себептен жүктілік полоскада 2 сызық көрсеткеннен кейін жүгіріп барып, УЗИ-ға түсудің қажеті жоқ. Ең бірінші кровь на ХГЧ тапсырасыз. Содан соң екінші жүктілікті білгеннен соң кеңес, ол міндетті түрде витаминдер қабылдау керек. Жалпы витаминдер біз жүктілікті жоспарлаған 3 ай алдын ішуіміз керек. Бұл яғни біздегі дұрыс яйцеклетканың шығуын қамтамасыз етеді. Яғни бұл уақытты біз медицина тілінде предгравидарная подготовка деп айтамыз. Бірақ сіз оған дайындалмай-ақ жүктілік түссе, ештеңе етпейді. Бірақ осы витаминдерді сіз жүктілігіңізді біле салып қабылдау керек. Солардың бірінші ең негізгі ол фолий қышқылы. Фолий қышқылы 400-800 микрограмм. Жаттамаңыздар, микрограмм, миллиграмм емес. Фолиспей, тағы да әртүрлі витаминдер бар, фолий қышқылы құрамында бар. Оларда дозировкасын қараңыз. 4 миллиграмм болса, ол значит 4000 микрограмм. Сізге 4000 емес, 400-800 микрограмм болу керек. Немесе, мысалы, фолий қышқылы деп тұрады, сыртында 1 миллиграмм деп болуы мүмкін. Егер 1 миллиграмм десе, оның сіз жартысын ғана завтрактан кейін ішу қажет. Жалпы сонымен қатар фолий қышқылынан бөлек, фолий қышқылының ішіндегі активті затын метилфолатты ішуге жалпы кеңес беремін. Ол iHerb сайтынан алсаңыз болады. Метилфолат 400 немесе 800 микрограмм завтрактан кейін қабылдайсыз. Бұл баланың нерв трубкасының әртүрлі неврологиялық аурулардың алдын алады. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бекіткен профилактикалық доза фолий қышқылы дәлелденген болып табылады. Екінші витамин ол D3 витамині. D3 витамині тоже профилактикалық дозада 800-1200 микрограмм дозировкада завтрактан кейін майлы тамақпен ішесіз, және де 12 аптаға дейін. Және де үшіншісі ол йод. Йодты да таңертең завтраққа дейін аш қарынға 150-200 микрограмм дозировкада йод қабылдайсыз. Және төртінші ол темір препараттары. Темір препараттарын 30-60 миллиграмм дозировкада тамақтың бірге немесе тамақтан соң қабылдау қажет. Бұлар 4 топ витамин, жүктілік білгенсең сразу қабылдау қажет. Бұл витаминдер әртүрлі аурудың алдын ала және баланың дұрыс қалыптасуын әсер етеді. Басқа витаминдерді сіз өзіңіздің учеттағы тұратын гинекологтан кеңес алсаңыз болады. Ал 4 витаминді ол ешқандай показаниесіз қабылдау қажет. Және де қосымша тағы да өте көп дозировкада, мен айтылған дозировкада, үлкен дозировкада қабылдау ол баланың әртүрлі даму ақаулықтарына әкелуі мүмкін. Неліктен? Себебі 12 аптаға дейін баланың барлық органдар енді постепенно
дами бастайды. Сол кезде өте көп витаминдерді ішу, дәлелденген витаминдерді ішу, ол баланың дұрыс емес кейбір жерде ахауына алып келуі мүмкін. Сондықтан да міндетті түрде дозировкаға аса мән беріңіздер. Содан соң әсіресе жас аналардың жіберетін қателігі жүктілігін біле салып, олар көп жатады, қимылдағысы келмейді. Негізі бұндай жағдайда мүлдем ондай противопоказание жоқ. Жүктілік деген ол табиғи қалыпты жағдай. Оны біле салып, аяқ көтеріп жатудың қажеті жоқ. Ол тек қана сіздің денсаулығыңызға кері әсер етеді. Күніне наоборот 10 мың шақты жасап, жыныстық қатынаста ешқандай противопоказано емес. Және де үшінші, ол учетқа қай уақытта тұрамыз. Учетқа жалпы 9 апта мен 11 аптаның арасында тұру керек. Бұл дегеніміз біз өте бірінші скринингқа үлгеруіміз керек болып табылады. Жалпы ханымдар, осы жайлы өте көп ақпараттарды алда күндер тағы да бөлісетін боламын. Егер сіз гинекология жайлы нақты ақпарат білгіңіз келсе, ары қарай менің видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Қош сау болыңыздар.